Сәлем, қалайсыздар? Киносүйер қауым, біз бүгін Бахар телесериалының 15-16 сериясына келдік, яғни 8 бөлімге. Бүгін Бахар бірінші айлығын алады. Бірінші айлығын енесіне, өзінің анасына, балаларына сыйлық сыйлайды. Ол өзінің студент кезіндегі арманы, яғни мен жұмыс жасағаннан кейін өзімнің анамның холодильнигін толтырамын деген арманы болатын. Бірақ өзі аяғы ауыр болып, тұрмысқа шыққаннан кейін жұмысын тастап, үй тірлігін бастағаннан кейін ол арманы аяқталды. Сондықтан ең бірінші айлығына осы анасына сыйлықтар алып, өзінің бала кезіндегі армандарын орындады. Одан кейін Чагла өзінің Бахардың жан досы бір жігітпен кездесуге барады. Және ол жігіттің кім екенін де білмейді, және андай неде интернет арқылы танысады. Бахар оған ұрысады: сен неге ол түрін көрмей адаммен танысасың, неге сөйлесесің дейді. Ал ол жігіт болса кімнің, яғни Ренгиннің күйеуі Сәлем болып шығады. Бірақ екеуі ұрысып таныспай кетеді. Одан кейін Бахар қайта-қайта Азиз Орасқа, Азиз баласына қайта-қайта хабарласады, бірақ телефонды алмайды. Бұл кезде Азиз Эврен дәрігермен уақыт өткізеді, және ішіндегісін айтып, екеуі бірге кешкі ас ішеді, футбол ойнайды, және барлығы бірге жиналып футбол ойнап, Азиздің командасы футболдан жеңіп шығады. Одан кейін Парла мен анасы екеуі кешкі ас ішеді. Анасы Ренгин, яғни Парланың анасы, оған суши дайындап беріп, бірге кешкі ас ішейін деп жатқанда, Парла онымен кешкі ас ішпеймін, және ол айтады: мен әкемнің тегінен өз еркіммен ауысқым келеді дейді. Бірақ ол кезде анасы айғайлайды: ондай нәрсе болмайды деп. Одан кейін Азиз бен Эврен екеуі Эвреннің қайығында, яғни кемесінде екеуі ұзақ уақыт сырласады. Және не үшін Эврен оған сұрақ қояды, Азизге не үшін ашуланып жүргенін, және не үшін осы серенге айғайлағанын сұрайды. Бұл кезде Азиз: маған өте қиын болып жүр, мен анам екенін айтқым келеді, бірақ ана мен әкемнің арасындағы жағдай мені қиындатып жіберді дейді. Серенге ұрысқым келмеген, бірақ ол да түсінбеді, және оның да өзінің басының қиындықтары бар дейді. Мен Серенге қатты айғайлаған кезде өзімді әкем сияқты сезіндім. Кейде ойлаймын, мен де әкеме ұқсап кетсем ба деп ұзақ уақыт екеуі сырласады. Және бұл кезде Эврен айтады: Бахардан, яғни анаңнан сені қызғанады Серен дейді. Сол кезде Азиз айтады: ол менің анам ғой дейді. Ал кім айтады? Эврен айтады: сенің анаң болса, Серенге ол Бахар сенің анаң екенін білмейді. Ол тек қана Бахар деп біледі. Сені қызғанып жүр дейді. Сондықтан ол барынша сені оған жолатпауға тырысып жүр дейді. Сол Азиз екеуі бірге сол кемеде түнейді, және азанда екеуі больницаға мотоциклмен келеді. Оны Тимур көріп қойып айтады: осы мотоцикл тасымал көлігі ау, біресе Бахарды, біресе Азизді тасисың дейді. Және мені де тасышы дейді сол кезде күліп. Ал Эврен: жарайды, келесі жолы сені мінгізейін деп күліп жауап қайтарады. Одан кейін Бахар өзінің жұмысын жасап жатады, ұйқысы келіп. Сол кезде Серен айтады: Тимур дәрігер екеуінің араларында не бар деп сұрайды. Сол кезде Бахар қатты қобалжып кетеді, не айтарын білмей. Еш нәрсе жоқ, ал саған сұрақ қояйын, сенің жігітің бар ма дейді. Сол кезде Серен айтады: менің жігітім жоқ дейді, кетіп қалады. Бахар қатты қобалжып, денесі тітіркеніп кетеді. Одан кейін Зарифе ханым қашып кетеді. Ол алдыңғы серияда ота жасатуға келісім бермей жатқан тұғын. Негізі бұл жерде менің ойымша Ренгин қашып кетуін көріп бақылап тұрды, бірақ оны айтпады. Әдейі Бахарды сөзге тартып, артқа қарамауын бақылап тұрады. Сол кезде кетіп қалғаннан кейін Бахарды жібереді. Бахар енді артқа қараған кезде Зарифе қашып кетеді. Одан кейін Ренгин Бахарға қатты айғайлайды, жебіріне жетіп: сен енді осы жерде жұмыс жасағың келе ме? Сен бұл үйдің тірлігі дейсің бе? Әйтеуір үйдің тірлігі болса, тұзын көп қылып немесе тамақты күйдіресің ғой, өйтіп қана әйтеуір төгесің. Ал бұл жақта ондай қателікке жол жоқ, бұл жақ адамның өмірі деп енді қатты айғайлайды. Сол жерде енді медсестралар барлығы қарап бақылап тұрады. Бахар сол жерде жылағысы келіп, өзін біртүрлі сезініп: мен бұл жерде жұмыс жасай алмаймын ау, яғни отбасылық өмірді де жұмысты да бірге алып жүре алмайды екенмін деп қатты жылайды. Одан кейін жаңағы Бахар Жихан мырзаға келеді. Сол кезде Жихан мырза жазылып сауығып кетіп, бүгін больницадан шықпақшы болып жатады. Сол кезде екеуі сөйлесіп қалады, Бахарға ақыл айтады: арманыңнан бас тартпа, анау мынау деген сияқты. Сол кезде
деп біраз сөйлеседі. Сол кезде басқа бөлмеде угур мен, яғни кімнің досы, Азиз Ораздың досы угур бар. Угур айтып жатады, мен бүгін Бахарды кешкі асқа шақырамын, сосын онымен бір түн өткіземін деп. Сол кезде Азиз қатты жынданып төбелесіп кетеді. Анасы төбелесіп кетеді. Сол кезде анасы жүгіріп келіп оларды ажыратады. Және осы Азизді неге басқа бөлмеге апарып, Бахар екеуі қатты сөйлеседі. Сол кезде Бахар тағы да сол кезде ойланып шешім шығарады. Мен бұл жерде жұмыс жасай алмаймын. Менің ғана емес, бұл жерде балаларым да қиналып жатыр. Мен Тимурды да бір емес екі баламды да бұндай жағдайға қалдырғым келмейді деп жұмыстан шығуға бел байлайды. Сол кезде Парла өзінің үйінде Бахарға сурет жібермекші болады. Өзінің суретін және Тимурдың және Сәлімнің, Ренгиннің, осылардың барлығын суретін қиып бір үлкен коллаж жасайды. Коллаж, яғни мозаика жасайды. Барлығының біреуінің қасын, біреуінің көзін барлығын теріп үлкен мозаика жасап, оны Парланың, яғни Бахардың қызы Умайға бергісі келеді. Дәл сол кезде Парланың үйіне Умай келеді. Екеуі пиццаға заказ беріп тамақ жеді, біраз әңгіме айтады. Сол кезде айтады, мен сенің анаңды қатты жақсы көріп қалдым, өте жақсы адам екен, сен сондай бақыттысың, осындай ата-анаң бар, сен сондай бақытты баласың дейді. Сосын айтады, мен сенің анаңа, яғни Бахарға сыйлығым бар, яғни суретін салдым дейді. Бірақ бұл жерде ашпайсың, яғни анаңа ғана апарып бер. Сол кезде видеоға түсіріп маған жібер дейді. Және сол суретті де кімге жібереді? Анасы Ренгинге жібереді. Мен сенің ғашығыңа жіберіп жатырмын, яғни ғашығыңның әйеліне, Бахарға жіберіп жатырмын, ал қолыңнан не келеді? Тимур сүйіктім деп қайтадан мүмкін звондарсың деп біраз нәрсе айтады. Сол кезде Ренгин, Тимур екеуі дәл сол сәтте жаңағы фото видеоларын жіберіп жатқан кезде Тимур мен Ренгин өз бөлмелерін кілттеп алып, екеуі Бахардан құтылғанына қуанып, құшақтасып сүйісіп тұрған еді. Одан кейін Бахар бүкіл заттарын алып, арызын жазып, жұмыстан шығамын деп бел байлап, бүкіл гүлдерін, документтерін алып, және бастығына арызын беріп, жұмыстан шығып кетіп бара жатқан кезде Жихан мырза қайтадан Бахарды шақырып алады. Яғни барлық врачтарды, барлық медсестра, медбраттардың барлығын жиналыс жасамақшы болады. Сол кезде осы Бахарды қайтадан сол жиналысқа қатысып кетейін деп қайтадан сол бөлмеге барады. Жиналыс болып жатқан кезде. Сол кезде жиналысқа Жихан мырза сөз сөйлейді. Мен осы күнге дейін барлық нәрсе ақшаға ғана, қанша ақшам болғанмен, қанша әл ауқатым мықты болғанмен, менің де қорқатын нәрселерім бар. Менің қанша ақшам көп болғандықтан, менің өлгенімді, менің жоқ болғанымды, менің ақшамды тартып алатын адамдар өте көп айналамда. Дәл осы сәтте маған күш жігер сыйлаған, күш жігер берген, маған алға қадам басуына үлкен үлес қосқан осы ауруханаға көп рахмет деп, осы ауруханаға рахмет айтады. Және осы көптеп көмектескен Тимур мен Ибрен дәрігерге, операция жасаған осы екі дәрігерге рахметін айтады. Және осы жаңаға айтып жатқандай, менің осы қайтадан осы өмірге келуіме себепші болған Бахар дәрігерге көп рахмет деп, Бахарды ортаға алып, көп деп осы Бахарға рахметін айтады. Және мен оны бүгін жұмыстан шығып жатқанын естідім. Енді осы Бахарды, осы жұмыстан шығарғандарыңды көрейін. Мен осы жыл сайын осы больницаға 30 миллионнан доллардан астам ақша қаражат бөлемін. Егер де осы Бахар жұмыстан шығатын болса, қаражаттың бір тиынын да сендерге бермеймін. Және ешқайсың осы Бахарға еш нәрсе деуші болмаңдар. Бір нәрсе десеңдер, жұмысым сендермен болсын деп енді қатты айтады. Сол кезде дәл сол кезде жынданып Тимур ешнәрсе дей алмайды, өтірік күліп тұрады. Ал кім болса, Парланың анасы Ренгин болса, жынданып шығып кетеді де машинасына барып жылап айғайлай бастайды. Дәл сол кезде Парладан бағанағы мозаиканың фотолары келеді. Сол кезде бағанағы Ренгин жынданып Тимурға звондайды, осындай Умайға фото жіберіпті, сен неге Бахарға көрсетуші болма дейді. Одан кейін үйіне Ренгин машинамен асығып үйіне барады. Үйіне барған кезде Умай енді ғана үйінен шығып жатады. Сол кезде айтады, мен Бахарға, яғни Умайдың анасына сыйлық сыйлап жатырмын дейді. Сол кезде Ренгин айтады, мен де көрейінші бұл сыйлықты дейді. Сол кезде кім айтады? Қызы айтады, жоқ анашым, бұл яғни Умайдың анасы ғана көруі керек дейді. Сөйтіп Умай шығып кетеді. Дереу Ренгин және Парла анасын жынды қылып
Тимур, сүйікті мені құтқаршы, сүйікті мені маған көмектесші деп өтірік пародия жасап жынды қылып тұрады кімді, анасын. Ал анасы болса оған жынданып жылап, сен неге ондайсың, неге бүйтіп мені қинайсың деп Парлаға жынданады. Қайтадан дереу Тимурға звондап, жаңа ғана шықты ұмай, дереу үйге барып жаңағы суретті көрсетпе деп, көрсетуші болма дейді. Дәл сол сәтте Тимур бірден больницадан шығып үйіне барады. Үйіне барғаннан кейін Умай да сабағынан келіп жатады, Бахар да жұмысынан келеді, және Азиз Оразұлы да дәл сол сәтте жұмысынан келіп жатады. Сол кезде Тимур енді өтірік маймыл болып, менің сүйікті отбасым бүгін Бахарға әйеліме күшті күн болды, сондықтан мен сендерді кешкі асқа апарамын деп, барлығы бірге кешкі асқа барады. Сол кезде балалары қатты қуанады, бірақ таңғалады. Енді осыншама уақыттың арасында ешқашан әкесі бұндай нәрсе жасамаған. Және сол сәтте осы бөлім аяқталады. Ертеңгі бөлім қызық болатын сияқты. Егер де ертеңгі бөлімді көргілеріңіз келсе, лайк басып, комментарий жазып кетіңіздер.